Құрметті бауырлар, сіздерге сөйлеп тұрған Серікжан Біләшұлы. Мына Серікжан Біләшұлын сотқа берген бір топ адам туралы қазір әлеуметтік желіде біраз адамдар айқай-шу әңгіме айтып жатыр екен. Соған байланысты менің көзқарасым. Біріншісі, дүрлікпеңіздер, ештеңеден алаңдамаңыздар, шуламаңыздар. Бұл 2019 жылдың 15 январында болған аудио жазба тарап кетіпті. Ендеше Қазақстан Республикасы заң салтанат құрған мемлекет. Барлық тәуелсіз сот жүйесі бар. Оның барлығын Сайрагүл Сауытбайдың сотында көріп отырсыздар. Бізде ақпарат еркіндігі бар. Бізде кәдімгі заң салтанат құрған демократиялы зайырлы елміз. Ендеше біздің Қытайда қысым көріп жатқан қазақтардың құқын қорғау ісімізге байланысты әлде қандай Қытайдың итаршылары немесе Қытайдың итаршыларының итаршылары болып жүрген әлдегімдер ұйымдасып біздің ісімізді тоқтатпақ үшін мың жерінен жала жауып түмен жерінен қара шаптаса да заң салтанат құрған мемлекетте өзіміздің Қытайдағы қандастарымыздың құқын қорғау үшін 2 жылдан артық уақыт жұмыс істеп келе жатқан Атажұрт ұйымы және оның басшысы Серікжан Біләшұлы, ол біріншіден Құдайдың қорғауында, екіншіден Қазақстан Республикасының заңының қорғауында болатындығын сіздерге ерекше түсіндіре кеткім келеді. Ат төбеліндей алаяқтар, жершілдікпен, рушылдықпен ауыратындар, жершілдік және рушылдық ауруының өнім бермейтін рәгінің 3-ші басқышымен ауырып жатқан әлдеқандай сырқат саналы біреулер болса, бұл өте қайырлы болды. Ертең ұлт мүддесі сынға түскен кезде, ұлт мүддесі үшін күресіп жүрген осы азаматтардың аяғынан шалғысы келіп, артынан оқ жаудырып, алдынан көр қазып жүрген осы ұлт сатқындарын, іштен шыққан шыбар жыландарды, немесе шіріген жұмыртқалардың кім екендігін білем десеңіздер, ертеңгі істің анық-қанығын біздің арнайы мәлімдемемізден кейін біле аласыздар. Сондықтан бұл бірден қайырлы шаруа болды. Бұғанға дейін әлеуметтік желіде неше түрлі жалған бүркеншік аттармен жүріп, ел арасына өсек таратып, Қытай компартиясының үгіт насихатын Қазақстанда үгіттеп, Қазақстанда Қытайдың билігін жүргізгісі келетін, Қытайдағы қазақтардың қорлық көріп жатқанын, зорлық көріп жатқанын жасырып жапқысы келетін, Қытай идеологиясының үгітшісі болған, Қазақстандағы Қытай экспансиясының құралы болған осы адамдардың кім екендігін білгілеріңіз келсе, ертеңгі менің мәлімдемемді тыңдаңыздар, күтіңіздер. Бұған бола ешқандай дүрлікпеңіздер, сабырлы болыңыздар. Ертең біздің қасымызда журналистер болады, құқық қорғаушылар болады. Бұл өте қайырлы болды. Ертең олардың кім екендігі, аты жөні бәрі айқын болады, және олар мәңгі бақи қазақ тарихында қарабет болып, үрім бұтағының сүйегіне таңба болып тарихта аттары қалатындығын алдын ала сіздерге ескерте кеткім келеді. Олар ешқандай да ұлт мүддесі үшін жүрген жандар емес. Олар Қытайдың итаршылары екендіктерін дүйім жұрттың алдында осы істерімен өздері әшкерелеп отыр. Сондықтан ештеңеден алаңдамаңыздар, ештеңеден қорықпаңыздар. Тек олардың кім екендіктерін және перденің артында кімдер тұрғандықтарын, Қытайдың итаршыларын кім екендіктерін анықтауға көп болып, жұрт болып үйсіңіздер. Әлеуметтік желідегі барлық Қытайдың үгітшілері менен Қытайдың итаршыларын анықтауға тырысыңыздар. Олардың аты жөндері, телефондары, тағы басқа іздеректері болса, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетіне тапсырып беріп отырыңыздар, немесе бізге беріп отырыңыздар. Қазақстандағы Қытайдың идеологиясын үгіттейтіндерді түптің түбінде анықтап, ұлтымыздың арасынан оларды аластайтын күн алыс емес. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы, 2019 жылдың 15 январы кешкі сағат 7.